сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыз 8-ші сыныптағы тағамдық заттардың құрамындағы С дәрімен анықтау. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты азық-түлік құрамындағы С дәрімен анықтау. Сабағымыздың мақсаты азық-түлік құрамындағы С дәрімен анықтауды біледі және шырын үлгілеріндегі С дәруменің мөлшері туралы болжам жасайды. Ең алғаш С дәрумен дегеніміз не? Соны анықтап алайық. С дәрумені, яғни аскорбин қышқылы. С дәрумені немесе аскорбин қышқылы ағзам үшін өте қажетті су ергіш дәрумен. Ол иммундық жүйені нығайтады және де тері мен сүйектерді сақтайды, терінің сіңуіне көмектеседі. Күнделікті С дәруменін тәулігіне 75-90 мг ішуіміз керек. Негізгі көздері жеміс-жидектер мен көкөністер. Жетіспеушілігі С дәруменінің цинка сияқты ауруларға алып келеді. Одан басқа артып кетсе егер С дәрумені артық қолданса, организмнің қалдығын шығарады. Зертханалық жұмысқа дайындық. Ең бірінші психологиялық ахуал. Комплимент айту әдісі арқылы жақында атмосфера қалыптастырамыз. Үш топтарға біргеміз. Бірінші, екінші, үшінші топтарға. Қауіпсіздік техникасы зертханалық жабдықтарды қолданардан алдын біз міндетті түрде ережелерді білуіміз керек. Мұғалім заттарды ұстап жатқан кезде зертханалық қажетті құралдарды сіздер мүлдем түйісуге, ұстауға болмайды. Қашықтықтан зертханалық жұмысты көресіздер. Және де жұмыс жоспары тәжірибе барысында талқылап, міндеттермен бөлісу. Қажетті құрал-жабдықтар мен реактивтер. Ең бірінші дайын нектар, алма, лимон керек. Және өлшеуші құралдар 10 мл шприц, стакан немесе колба. Таразы жемістерді өлшеу үшін. Химиялық реактивтер. 1% крахмал сілемесі, 1% йод ерітіндісі, дистилденген су және зертханалық ыдыстарға бізге құйғы, пюретка, тамызға, шыны таяқшады. Және зертханалық жұмыста қосымша мен дистилденген суды қолдандым. С дәрумені бізде сұйықты демес, қатты аптекадан алынған С дәрумені. Енді зертханалық жұмысымыздың барысымен кішкене түсіндіріп кетейін. Үлгі дайындау. Алма немесе лимон шырынынан 6 мл алып, стаканға немесе колбаларға құямыз. Крахмал қосу. Шырынға 1 мл крахмал сілемесін мұқият қосу керек. Біз бірақ бұның орнына крахмал емес, дистилденген суды қолданып жатамыз. Йод тамызу. Шырынды 20 секунд сайын жоғалмайтын көкшіл түске боялғанша йод ерітіндісін тамшылатып құямыз. Өлшеу жасау. Қалған йод ерітіндісінің көлемін өлшеп, бастапқы көлемнен айырмасын біз есептейтін боламыз. Және формула арқылы С дәруменінің мөлшерін анықтау, кестелерге жазу. С дәрумен есептеу формуласы. Йод ерітіндісі С дәруменімен әрекеттесіп, оны тотықтырады. Оны ылғи да сіздер білесіздер. Және крахмал индикатор ретінде қызмет етеді, артық йод көк түске боялады. Бірақ та нақты көк түске боялады деген қатып қалған термин жоқ. Егер де бастапқы ерітіндіден біздің түсіміз қою қызыл немесе қою көкшілге жақын түс пайда болса, бұл бізде С дәрумені бар деген сөзі. Негізгі формула, егер 100-250 грамм С дәрумені бар ерітіндісінің көк түске айналуын 10 мл йод жұмсалса, 6 мл ерітіндідегі С дәрумені табуға болады. Оны сіз математикалық есептеулер бойынша қарасаңыздар болады. Енді нәтижелерді тексеру кестесі. Осыған оралайық. Алма және лимон шырындары бойынша өлшеу нәтижелерін мұқият жазып қарастырамыз. Біз алма және лимон шырынын ғана емес, қосымша картоп сығындысын да алдық. Шырын түрі алма шырыны, лимон шырыны және картоп шырыны. Йодтың бастапқы мөлшері және йодтың соңғы мөлшері айырмасы С дәрумені граммен. Бұны кестеге әдемілеп түртіп жазып аласыздар. Нәтиженің болжамы қандай? Тұрақты көк түстің пайда болуы, аскорбин қышқылының С дәруменінің болуын білдіреді және көк түс неғұрлым тез пайда болса, соғұрлым С дәрумені бар деген сөз. Құндылық пен қорытынды, тәрбиелік мәні. Бұл зертханалық жұмыста оқушының өз
денсаулығына жауапкершілікпен қарауына, дұрыс тамақтанудың маңызын түсінуге және де неғұрлым ғылым арқылы дәлелдеп үйренуге тәрбиелейді. Одан басқа с дәруменнің ағзаға қажеттілігін осы зертханалық жұмыс арқылы анықтап, оқушыға табиғи тағамдарды бағалауды ғылыми көзқараспен үйрететін болып табылады. Кері байланыс бургер тәсілі. Сабақтың сіздерге қандай тұсы ұнады? Тәжірибеде қандай тұсы ұнады? Яғни лимон шындысы арқылы, картоп сіңдісі арқылы, алма сіңдісі арқылы сіздер тағамның құрамындағы с дәруменнің бар екенін анықтай алдыңыздар. Сонымен қорытындылай келе, жалпы дәрумендер біздің ағзамызға ең қажетті заттар. Ол болмаса әртүрлі ауруларға шалдығуымыз мүмкін. Мысалы цинга сияқты аурулар. Жалпы дәрумендер ең алғаш лумин, биолог лумин ашқан болатын. Дәрумендер суда еритін және майда еритін болып бөлінеді. Зертханалық жұмысымызға осымен аяқтаймыз. Бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыз азық-түліктердің ішіндегі с дәруменін анықтау болып табылады. Ал тәжірибемізді бастайық. Ол үшін бізге міндетті түрде с дәрумені, йод және азық-түліктер, оның ішінде лимон, алма және бізге картоп керек болады. Басқа да сынауықтар және химиялық ыдыстар және үккіш. Су міндетті түрде дистилденген су болу керек. Ал тәжірибемізді бастаймыз. Бірінші орында біз химиялық ыдыстарға осы алма, лимон және де картопты жақсылап суын салып аламыз. Лимонды үккіштен өткізудің қажеті жоқ, себебі су болуынсыз да жақсы сылалған суымызды біз сынауықтарға әдемілеп қоямыз. Бірінші сынауығымыз дайын. Екінші алма. Алманы жақсылап үккіштен өтеміз. Енді мен өзіме арнайы маталар дайындап алдым. Бұған біз алмамызды саламыз. Şimdi химиялық ыдыстарға суын шығарамыз. Бұдан енді екіншісі. Осы жетеді. Жақсы. Бұны енді екінші дайын сынауымызға құйып аламыз. Үшінші кезең енді картоп қана қалды бізде. Картопты үккіштен өткіземіз. Суын жақсылап сықыламыз. Картоптың суының шығуы қиын, бірақ кішкене картоп алып жіберейік. Үккіштен өтіп.
бұл жерде тәжірибені жасардан алдын ескеретін бір жағдай. Сіздер пробирканың тазалығына және де бір пробиркаға құйған заттарымыздың суын екіншісіне салуға мүмкін болмайды. Жақсы шығып тұр. Су. Жақсы. Енді бұны біз келесі пробиркамызға құямыз. Сонымен біздің тәжірибемізде азық-түліктердің суларын алдық. Бірінші ол лимон, екінші пробиркадағы ол алма, үшінші пробиркада ол бізде картоп сығындысы. Енді біз не істейміз? Үш пробирканы алдық. Енді үшеуіне де аз мөлшерде С дәруменін саламыз. Қалаларыңызға қарай кішкене дистиллинген суды құюға болады, құймауға да болады. Мен бірақ кішкене дистиллинген су аз мөлшерде миллилитр құямын. Енді тағамның құрамында С дәрумені бар жоқ екенін біз оның түсінің өзгеруіне байланысты анықтай аламыз. Қазір пробиркаларға мен йод ерітіндісін құямын, 5%. Егерде біздің пробиркаларымызда басқа түс анықталса, мысалы көк түс, ол жағдайда С дәрумені бар деген сөз. Бірінші пробиркамыздағы бұл бізде лимон сығындысы. Анықтап көрейік. Так, жақсылап шайқаймыз. Проверканы кішкене 5-10 секунд шайқаймыз. Егер біздің сығанымызда басқа түстер пайда болса, көк, қызғылт түс, онда бізде С дәрумені бар деген сөз. Бұл екінші проверкамыздағы алманың сығындысы. Сіздің классыңыз қайда? Бұл бізде алманың сығындысы, оған біз құйдық йод. Енді үшінші, бұл бізде картоп. Осы мөлшерде жетеді. Енді жақсылап шайқаймыз. Яғни бірінші лимон сығындысы болған, одан көріп тұрғаныңызда қызғылт түсті бізде тұнба сияқты зат пайда болды. Яғни бізде лимонның сығындысында С дәруменінің жоғары екенін анықтаймыз. Оны осы тәжірибеден қарасаңыздар болады. Екінші, бұл бізде алманың сығындысы. Білесіздер, оның түсі ақшыл сары түсті. Яғни алманың құрамында аз мөлшерде болсын С дәрумені бар екенін анықтаймыз. Үшінші, картоп сығындысы. Бұл жерде С дәруменінің аз екенін анықтауға болады. Яғни бірінші пробиркадағы ең С дәрумені көп, бұл бізде лимон қышқылы. Назарларыңызға көп рахмет.